Баршаңызға сәлем. Арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, тойымды әрі қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі қуырдақ тағамының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт менің өзімнің үнемі жасап жүрген рецепттерімнің бірі. Сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қазақша контентті қолдап, каналымның дамуына аз да болса өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше осындай дәмді, тойымды тағамымызды бірге әзірлейік. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, оның үстінен қойымыздың іш майын салып қуыратын боламыз. Неге көріп тұрғандарыңыздай өзінің майы шығады, ешқандай артық майды қажет етпейді. Содан соң үстінен алдын ала турап дайындап қойған пиязымызды да салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Енді үстінен алдын ала турап дайындап алған еттерімізді де салып қуыратын боламыз. Қуырдақ тағамы негізі балғын еттен жасалынады. Қойдың жүрек еті, бүйрегі, бауыры, қабырғасы және де қара кесек еттерінен. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Неге барлық еттерімізді салып алдық, енді қуыратын боламыз. Еттеріміздің өзінің суы шығатын болады, ешқандай артық суды да қажет етпейді. Бетін жауып, қазанымыздың жарты сағатқа бұқтырып қоятын боламыз. Неге? Енді үстінен алдын ала турап дайындап алған картобымыз бен сәбізімізді де салатын боламыз. Картопты осылай ұзынша етіп турайтын боламын, тез пісу үшін. Егер де сіздерге басқаша әдіс ұнаса, өзіңізге қалаған пішінде кессеңіздер болады. Картобымыздың барлығын салып алдық. Енді дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да картоптарымыз піскенше бетін жауып, бұқтырып қоятын боламыз. Неге біздің қуырдағымыз дайын. Енді ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсек болады. Өте тойымды, керемет дәмді тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін баса кетіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.